Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біліктілік практикасының бейне сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы от алдыру жүйесі, таратқыш қақпағы және таратқыш. От алдыру жүйесі аккумулятор батареясынан, стартердан, генератордан, коммутатордан, катушкадан және таратқыш тоқтан тұрады. От алдыру шамынан да тұрады. Енді ары қарай сабағымызды жалғастыру үшін біз стендқа барайық. Сонымен біз от алдыру жүйесінің стендіне келдік. Бұл жерде от алдыру жүйесінің екі түрлі от алдыру жүйесі қарастырылған. Ең алдымен коммутаторлық және механикалық. Енді бұл жерде от алдыру жүйесі катушкадан, таратқыш тоқтан, жоғарғы кернеулі тоқтардан және от алдыру шамдарынан тұрады. Және тағы да коммутатордан тұрады. Енді біз от алдыру жүйесін бөлшектеу, диагностика жүргізу, техникалық қызмет көрсету, ақаулықтарды тауып көрейік. Ең алдымен катушканың жоғарғы кернеулі басты тоғын ажыратамыз. Содан кейін жоғарғы кернеулі тоқтарды ажыратамыз. Таратқыш қақпағын шешеміз. Таратқыш қақпағын шешкеннен кейін бізде таратқыштың өзі шығады. Яғни бұл орысша бегунок деп аталады. Бұл бізде таратқыш. Таратқышты қайтадан жинауымыз қажет. Таратқышты орнына саламыз. Таратқышты бекіттік. Енді таратқыштың қақпағын саламыз. Таратқышты тексеру үшін ең алдымен тексеруіміз қажет. Электродтарын зімпара қағазымен тазалауымыз. Егер таратқышымыздың қақпағында трещина немесе сызаттар болса, ол қақпақ жарамайды. Сол үшін оны біз ауыстыруымыз қажет. Егер бәрі жақсы болса, біз таратқыш қақпағын орнына бекітеміз. От алдыру шамының жоғарғы кернеулі тоқтарын қосамыз. Яғни қосқан кезінде 1, 4, 3, 2 ретімен қосылу қажет. Катушканың электропроводын қосамыз. Енді барлығын толықтай жинадық. Біз от алдыру жүйесін тексеруден өткізейік. Өздеріңіз көріп отырғандай, трамблер бізде таратқыш айналдырып, яғни әрбір от алдыру шамына тоқ беріп отыр. Осылай біз бүгін от алдыру жүйесін қарастырдық. Енді сіздерге тапсырма от алдыру жүйесін трамблерді бөлшектеп, шашып жинауды бейне түсіріңіздер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.